Ассалаумағалейкум бауырлар, сіздермен Тоқал Авто және де мен Айтеке Тәжібай. Бұл біздің екінші шығарылым. Бірінші шығарылымда біз Honda Shuttle'дың кейінгі видеосын салған болатынбыз. Honda Shuttle'ымыз дайын болам дегенше біз проектіге екінші көлік алдық. Бұл қандай көлік? Қазақтардың арманына айналған, ата аңызға айналған Camry 55. Camry 3.5, Camry 3.5. Любви достойна только мать и Camry 3.5. Camry 3.5, Camry 3.5. Ассалаумағалейкум Кенеке. Қалай амансыз? Бұл көрген сияқтымын сені. Бұл көлікті бізге толығымен таныстырып кетсеңіз, қандай көлік, қай жылғы, объемы? Көлік 2015 жылғы Toyota Camry 55 деп атайды. Қазақтар негізі 50-ші кузов, 55-те бір рестайлинг болған ғой, негізінде қазақтар 55 деп айтып кеткен. Тек өзгерген бұл жерде алдыңғы 50 түсірген жоқпыз, бірақ осыда фарлары, бамперлары, нелер ғана өзгерді. В основном 50 ғой бұл. В основном 50, иә? 50 тура, тек қана анау руль ауысты, мультимедиа системалар ауысты. Тағы қай жылғы? 2-де 5, 2015 жылғы. 2015 жылғы 2-де 5, иә? Комплектация қандай? R-де бөлінеді ғой? R2. R2, да? Комплектациясы R2, бірақ полный да, R2-ның. Бүкіл несі бар, тек қана бесключевой доступ жоқ. Push start бәрі бар. Сосын круиз контроль жоқ. Қалғанның бәрі бар мерде. Обогрев сидений. Қазір оны ішіне тоқталамыз. Сыртында қандай өзгешелік бар? Мысалы мен қарапайым былай комплектациясына бампері ұқсамайды сияқты бірнеше. Бампер 50-лерде байқасаңыздар алды 4-3 толып келеді. Амада кішкене мынандай кесілген нелермен 55-тің түрі енді кішкене әдемірек көрінеді. Анау более классический көрінеді, мынау кішкене более жаңағыдай гламурный дейма не дейді анау. Более молодежный көрінеді мына машина. Қыздарға әдемі кетеді. Бұл енді бізде дайын тұрған машина. Бұл көліктің бағасын, сатылым бағасын білгіңіз келсе, видеоның соңына дейін қараңыздар. Сіз өзіңіз айтып кете бересіз болсын. Бұл көлікке не жасалынды деген? Ұстап жүрсейші. Ят екен мынандай кәдімгі. Небір наушниктар бар бізде, петличкалар. Ұстап жүргеніміз қара. Болды ма? Бұл көлікке салынғаны бамперін растеттік. Болды. Бұл көлікке ешқандай вложение жоқ. Тек қана освежать еткеніміз бамперін освежать еттік. Алдыңғы жағында сырықтар көп еді. Соны ғана бояттық. Тас ұшып келгенде мынерде аппақ не болып қалады андай. Соны істедік, сосын полировка істедік. Болды, көлік дайын. Ешқандай да не жоқ. Майы бәрі ауысып тұр. Тартысы, двигателі, жұмыс істеуі бәрі қалпында, иә? Идеальный прям. Енді салонның ішіне көрейік. Салон іші қандай, не бар, не жоқ, соның бәрін көріп кеттік. Ал енді Кенеке мына салон бойынша характеристикасына тоқталатын болсақ, не айырмашылығы бар, ішіне не өзгерген, жаңа полный комплектацияға қарағанда бұның айырмашылығы қандай? Бұл R2 деп аталады, бірақ R2-ның бір сөзбен қарап тұрсаңыз, мында R2-ның бірінші рет көріп тұрмын мен негізінде. Бүкіл зат бар, тек қана 1-2 заттары жоқ шығар, ана полныйдан. Жоқ заттары енді мынау сидениясы велюровый, кнопкамен емес, велюровый. Екіншіден круиз контроль жоқ, сосын мына память сидений жоқ. И сыртында бесключевой жоқ. Қалғанның барлығы бар. Қалғанның бәрі жаңағыдай Navi 4 тима содағының бәріндегі тура соның бәрі бар. Push старты бар, несі бар, сосын елде қымбат монитор тұр өзі. Бұның мониторлар мындай кішкентай болып келеді R2-да. Бұған үлкен монитор салған, CC3 деп аталады. Бұл монитор қымбат мониторлар. Бұның бағасы қазір где-то алдында осы мен алдыңғы жылы жазда қойған кезде 140 мың болған, бірақ мына жанындағы панелі тағы 10 мың теңге қосып 150 мыңға ма қойдырдым. Бірақ қазір уже қымбаттады, бұлар где-то бір 170 мыңға мониторлар қателеспесем. Монитор дегенде бұл кәдімгі планшет қой, Wi-Fi арқылы. Бұл кәдімгідей планшет, ойын жазып алып, ойын ойнасаңыздар да болады бұл жерде. Сериал қараса да болады. Сериал қараса да, Telegram, WhatsApp жазып қойса да болады, Instagram жазып қойса да болады. Кәдімгі планшет. Скорости өте мықты, мынандай қатып қалмайды, зависать етпейді мердеш. Өте керемет. Бәрі жұмыс істеп тұр бұл жердеш. Керек заттардың кнопкаларының бәрі жұмыс істеп тұр, обогревтар да бәрі. Обогрев сиденье бар да? Бұл сәл ғана айырмашылық бар жаңа Navi'дан, қалғанның бәрі сондай. Даже мынау телефон зарядтайтынына дейін бәрі жұмыс істеп тұр. Енді осы жерде жаңа Navi деп айтып жатырық қой. Сол комплектацияға қарағанда бұл комплектацияда бағасын салыстырып көрсетейікші. Адамдарға осыны алған тиімді екенін көрсетші. Бірнеше ғана деталь үшін қымбат төлемес үшін. Navi'да тек айырмашылық айтайын, мына жерде круиз контроль пайда болады. Сосын память сиденье, енді біреулер кожа жақсы көруі мүмкін. Кожаный сиденье да жаңағыдай. Енді қыста қазір суық, не советую дейді ғой. Жазда ыстық кожа. Астатит өзінен. Пал сатады ешті.
артта жаңағыдай нави, егер нави не болатын болса, полный жаңа комплектация болатын болса, артта тек қана жаңағы спинкалар жатады артқа қарай сәл и болды. И ортасында жаңағыдай управлениесі болады оның. Ну, трехзонный климат контроль, сондай тема ғой да. Бірақ енді бұны алсаңыз да по-любому енді 1.55 қой, сол кайфты бермей ме? Енді баға жағынан Моторы, коробкасы бәрі бір. Ешқандай сыртынан қарап тұрсаң даже ажырата алмайды адамша, оның ішінде мына полный комплектация ма или пустой комплектация ма. нарықтағы орташа бағамен қандай болады? Ол комплектациямен осы дәл осы. Ол 55-тер енді нарықтағы нави нелер, мысалға 15 миллионнан, потологы 15 миллион сұрап тұр негізі. 16 миллиондан да көрдім енді. 14 миллион сұрап тұр енді. Әрқалай ғой 16 миллионға дейін негізі бағалары. Бірақ 16 миллионға уже 70 алуға болады негізінде қарап тұрсаңыздар. Ал осы біздікіндей? Біздікіндей қазір біз сатып жатқан, біз бұны шығарып қойған бағамыз 11 миллион 750 деп шығарып қойдық. Алла қаласа, бірақ оның саудасы болады әрине. Реально алам деген адамға жақсылап түсіп береміз. Енді бір сөзбен айтқанда 4 миллион үшін артық мына 1-2 ғана деталь үшін артық 4 миллион төлеудің қажеті жоқ. Осының өзі кәдімгі сол 55-тің сол сіз армандаған мидағы кайфты эйфорияны бере алады. Да? Солай емес пе? Иә? Айтпақшы, өткен видеодағы конкурстың жеңімпаздары анықталды. Жеңімпаздарды білу үшін төмендегі сілтеме бар Telegram каналдың. Сол Telegram каналдан біле аласыздар. Және де тағы бір айта кететін хабарлама, егер сіз өз көлігіңізді сатуды жоспарлап жүрсеңіз, бірақ оған уақытыңыз болмаса, немесе автокөлігіңіз жағдай нашарлау, оны жасап сату керек болса, сіздерге Тоқал авто компаниясы көмектесе аламыз. Басты шарт сіз Алматы облысынан және Алматы қаласынан болуыңыз керек. Барлығы келісім шарт бойынша толық ақпаратты Telegram каналдан ала аласыздар. Сіздермен бірге болған Тоқал авто және де Айтеке Тәжібай каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Келесі видеода жолыққанша.